Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Сіздермен Акон Тажыбаев. Короче, мен сіздермен бір маңызды қуанышты, маған қуанышты жаңалықпен бөлісіп келіп тұр. Менің арманым орындалайын деп жатыр, иншаллах орындалып жатыр. Альхамдулиллах, мен зал ашайын деп жатыр. Өзімнің брендіммен Акон Джим деген. Вот, сондықтан да бүкіл Алматының тұрғындары мен сіздерді күтеміз деп айтайын. Вот, ютубқа осы блогты міндетті түрде салам, өйткені мен үшін өте маңызды. Қазір мен сіздерге примерно көрсетіп шығамыз алда. Вот, мына жерде ресепшн болады, иншаллах. Мына жерден кіреді. Вот. Залдың іші осы. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight. Сияқты осы спортты бағалайтын, қадірлейтін жігіттер көп болсын. Достар, общем, 7 айдан кейін біз өзіміз залымызды аштық, Акон Джим. Қазір сіздерге залға обзор жасап шығайын, көрсетейін. Біздің зал Алматы қаласында Жетісу 2-11/1 деген адрес бойынша орналасқан. Біз сіздердің барлықтарыңызды күтеміз. Зал 24 сағат жұмыс жасайды. Қазір залдың плюстары мен минустарын бәрін айтып шығамыз. Целом осы зал ашылғалы 6 айдың ішінде базды қарадық. Біз 3000 адам жинаппыз ше. 3000-нан жоғары адам жинаппыз. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Сондықтан да мен үшін бұл зал өзіме ыстық болды. Бүкіл процесстерде барлығында өзім жүрдім. Қазір сіздерге көрсетіп шығайын барлығын. Мынау біздің мына жерде мен өзім логотипімді қойдым, Акон деген. Акон емес, Акон деген. Потом мынау біздің ресепшн, администратор 20 отжиманий жасайды, 20 отжиманий. Фитнес барды көрсетейін бірінші. Мына жақта без сахара энергетиктердің барлығы тұр. Осы мына жерге протеиннің неше түрлері бар. Бүкіл спорттық тағамдар бізде арзан, өте сапасы жақсы, оригинал. Потом общий біздің мынау залдың обзоры. Бұл жерде 800 квадрат метр залдың өзінде. Осы жыл бұйыртса мен расширение жасап пландап отырмын. Біздің плюсы залдың үлкен прям. Мен ойлаптым, бір айда 1000 адам сыйдырам деп, иншаллах. Бұйырса көреміз, бәрі Алланың қалауымен. Мына жерде бізде беговой дорожка бар. 3, 4, 5, 6, 7, в общем 8. Тағы да техножимский жақында тренажерларды біз ауыстырдық. Сапасы өте жақсы. Полный залды ауыстырамыз. Залдың атмосферасы бар. Мынау қазір сағат бізде қанша болды? Мынау сағат дұрыс емес, иә? Сағат 2:30 болды. Түнгі 2:30. Адамдар тренировка жасауда әлі. Мына жақ көрсетіп жайық. Алда кішкене минус, ол мына тренажерлар бар. Осылар ұнамайтын, осылардың бәрін скоро ауыстырамыз. Тренажерлар да бар. Мынау элейка. Элейка деген бұл олимпийский гриф. Бұл наның өзі 4 миллион теңге тұрады. Бұл олимпийский гриф, стойка қайдан деп ойласаңыздар, біздің залдың енді плюсы ол несі бар. Паралимпийский федерация бізбен договорға отырған. Получается, мүмкіндігі шектеулі жандар біздің залда жаттығады. Еще осы Париж олимпиадасына біздің залдан жаттыққан кісілер, сборныйлар Париж олимпиадасына паралимпийский вид спортымен жарысқа қатысайын деп жатыр. Бізде әлем чемпионы бар, Азия чемпионы барлығы бар, байынша. Солар қазір олимпиадаға барып, өздерінің бақыттарын сынап көрейін деп жатыр. Иншаллах жарыспен, жеңіспен оралсын. Және де біздің залда армрестлингтен чемпион Қазақстандар бар, Азия чемпионы бар. Және де менің достарым бар, октагон чемпионы, ММА-дан, Бекзат Алмахан арасында кеп тұрады. В целом чемпиондар көп бізде. Потом бодибилдингтен чемпиондар бар. Енді айтпай қойын кімдер екен. Короче, в целом осы. Мынау екінші жақ. Тоже мына тренажерларды скоро ауыстырып тастаймыз.
Короче, кстати, біз жақында расширение ұзардық. Міне осындай атмосфера, маған ұнап тұр ше осы атмосфера. Прям мына жерге фотоға түсуге, видеоға түсуге, освещение барлығы күшті. Видеода, надеюсь, көрініп тұр деп ойлаймын. Әдейі осындай не линолеум, спортивный линолеум таңдадық. Кішкене атмосферный болсын деп. Мынау қыздарға арналған тренажерлар целым, барлығы удобно. Мен өзім жасаймын тоже. Жақсы сезінесің. Мына жақта тоже кардиозона, екі осындай беговой дорожка бар. Тоже мынау жақсы жүгіргенге ғой. Жаңа айттым ғой, ММА-лар, боецтер, кроссфитерлер келеді, кстати. Соларға жаңағындай солар жаттықтсын деп шығарған болатынбыз. Кстати, еще несін мынаның көбісінің негізі жоқ осындай, не осылай аласың да. Не, итереді. Раздевалкалар көрсетіп шығайық. Целым, мысалы біздің залға көп адам результат шығарады. Біздің тренерлер өте мықты. Тоже скоро тренерлермен подкаст жасаймыз. Тренерлер таныстырамыз. Бізде результаттардың барлығы шығып жатыр да, күшті. 90% адамдар результат шығарып жатыр. Бірақ бізде минусымыз, ол біліп тұрық, ол минусты ол раздевалкада. Раздевалканың іші бәрі күшті, бірақ бізде ыстық болады. Видеода көрсете алмайсың, вентиляция ғой, короче. Вентиляциясын істесек, бәрі четко болады. Женский раздевалка. Атмосфера осындай. Короче, былайша жақсы, просто вентиляциясы вот самый минус. Біз минустармен жұмыс жасап жатырық. Минустарын бәрін біліп жатырық, и соны жаймен істеп жатырық. Міне, мына жерде 66 шкаф ше. Тоже бір бұл бірінші раздевалка. Бұл жерде де тоже қазір күн ертең барып істейін деп жатырық, кстати. Осы жерге вентиляция жасаймыз, үлкен қылып, чтобы адамдарға жаңағы ыстық болмау үшін. Не үшін бізде ыстық болады? Минус деп айтып жатырмын, на самом деле минус емес. Не үшін? Өйткені бізде адам көп келеді, көп келгендіктен де жаңағындай осындай ыстық болған, короче, ыстық болады, вентиляция бар, күші жетпей жатыр да. Сондықтан да біз соны одан сайын үлкейтіп істеп жатырық. Бізде қазір мына жақтан екінші раздевалка ашық, өйткені бізде адам көп болғандықтан, мына жақта 66 шкаф, мына жақта 50 шкаф қоямыз. Еще мына жерге тағы да 30-дай шкаф қоямыз. Сол кезде примерно 120 шкаф, 110-120 шкаф. Қыста 86 адам шкафқа келеді, еще очередьте талып адам тұрған. Сондықтан да қазір осы қыста ондай жағдай болмас үшін біз осыны устранить етіп жатырық. Мына жақта туалет бар. Целым, короче, мынандай лофт істеп істейміз, залдың бәрі. Мына жақтың шкафтарын бәрін тоже ауыстырып тастаймыз. Бірақ жаймен жұмыс жасап жатырық. Что удобство қоямыз. Бірақ біздің залдың, клиенттердің жаңағыдай результатына ешқандай да влиять етпейді. Бағана көрдіңіздер ғой, видеода алдында қанша біз тер төктік, өзіміз түнімен ұйықтамай жұмыс жасадық. Ананы ашқан кезде де өзім команда бар, түсіріп жатқан Ислам, інім бар, Дамир, Олжас деген, Таңнұр деген досым бар. Еще бүкіл достарыма көмектесіп, бүкіл күшімен осы залды істеген болатынбыз. Короче, достар, еще бір нәрсені айтамын деп ұмытып кеттім. Бізде өзінде үлкен проект құрып жатырмын, ол осы Wake Up Қазақ деген. Яғни бізде бұл тренировка де болады, еще киім де, Wake Up, яғни қазақшасы, Оян Қазақ деген бір рух беретін бір проект жасағым келіп тұр. Яғни магазин де жасаймыз. Короче, там біз магазин жасап жатырмыз, қазір көрсетейік соны. Ең главный нәрсені ұмытып кеттім ғой. Біз осы залдың ішіне любой известный брендтің барлығы осында кішкентай жерден бастаған ғой. Сондықтан да вот біздің қазір менің дос балам жасап жатыр, Таңнұр деген. Осында күшті қылып жасайын деп жатыр өзіміз. Лофт стильмен, кәдімгідей әдемі қылып. Осы жерде киімдер тұрады, былайына іліп, кроссовкалар. Бүкілі біздің бренд болады, Wake Up Қазақ. Яғни футболка, шорты, аяқ киім, кроссовки, шалбар, майка, барлығы да өзіміздің бренд болады. Бұйыртса сағатты да Wake Up Қазақ деп бүкілін жасайтынбыз, кепка. Сондықтан да бұл скоро иншаллах хит болады. Бүкіл Қазақстан бойынша хит болады, иншаллах. Сондықтан да өзіміздің қазақтың брендті қолдаңыздар, қазақша фитнесті қолдаңыздар. Короче, біздің өзіміздің қазақтың жігіттер осылай дамып жатқан кезде сіздерден қолдау күтем. Сондықтан да достар, келіңіздер Аконжимға, сіздерді күтем.
Мен инстаграмма, ютубыма подписка жасап қойыңыздар. Дәл солай қазақша фитнестің дамуына сіздер көп үлес қосасыздар. Күтемін сіздерді.